Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Дәл осылай тортымызды әрлеуді көрсетемін. Мен авалета масикасын пайдаланамын. Масикамызбен жұмыс жасау үшін алдымен осылай жұмсартып аламыз. Масикамен жұмыс жасар алдында бізге силиконовый коврик пен силиконовый оқтауымыз қажет болады. Масикамызға кукуруз крахмалын себе отырып, жайып аламыз. Ганашпен қапталған тортымның бетін осылай масикамен жауып шығамын. Тортымыздың шетін барлығын осылай тегістеп аламыз. Тортымыздың шетіндегі артылған масикаларымызды алып тастаймыз. Мастикамызды пищевой краскамен өзіміздің қалаған түсімізге бояп аламыз. Қолдарыңызға бояқ жұғып қалмас үшін осылай перчаткамен жұмыс жасағандарыңыз жақсы. Мастикамыз толық боялғаннан кейін жайып аламыз. Қатты жұқа болып кетпеуі қажет. Баланың аяқ киімін жасау үшін дәл осы шаблонды пайдаланамын. Сіздер де осы шаблонды скрин жасап алып, телефондарыңызды үлкейте отырып, экранын қағазымызға түсіріп алып, осылай мен сияқты жасасаңыздар болады. Осылай барлық форманы кесіп алып, холодильникке 10-15 минутқа қоямыз. Сәбидің формасын жасау үшін силиконымызға масикамызды салып толтырамыз. Ұйықтап жатқан сәбидің формасы шығады. Төрт бұрыштай етіп кесіп, календарымызды жасаймыз.
Осылай жіңішке етіп кесіп алып, баланың бойын жазатын боламыз. Осындай аяқ киімнің жасалу жолын көрсететін боламын. Мастикамызға суық суымызды жаға отырып, аяқ киімінің артқы жағын жасап аламыз. Алдыңғы бөлігіне де суды жағып алып, осылай құрастырып шығамыз. Жан-жақтарына осылай суды жаға отырып, ыстататын боламыз. Мастикамызды осылай жіңішке етіп кесіп алып, аяқ киіміміздің жан-жағын әдемілеуге пайдаланамыз. Аяқ киіміміздің жан-жағын жалғанғаны көрінбес үшін, осылайынан суымызды жағып, ақ мастикамызбен жауып шығамыз. Аяқ киіміміздің бауын жасаймыз. Суымызды жағып, бауын осылай ыстататын боламыз. Календарымыздың үстін осылай әрлесеңіздер де болады. Салмағын жазғанға гер жасаймыз. Сәбидің көрпесін жасаймыз. Сағатымызды әрлейміз.
Пищевой краскамызды силиконга салып, кисточкамызды сулап алып, осылайынан жазып чыгабыз. Формаларымыздың астыңғы бөлігіне суымызды жаға отырып, тортымызға қойып шығамыз. Өте оңай әрі тез дайындалатын декормен сіздерді таныстырдым. Видео сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.